Джот пен Тед 46 гектарлық шаруа қожалығының иегері. 2016 жылдың маусым айында өз қораларына кірген олар есектері бала туғанын байқайды. Бұл олар үшін тосынсый іспеттес болды, өйткені олар өздерінің есектерінің жүкті екенін байқаған болатын. Есектің баласы өте кішкентай болыпты, тіпті мысықтан кішкентай, ал салмағы 4,5 килограммды құраған. Сондықтан оған кішкентай Тим есімін береді. Алайда неге екені белгісіз есек өз баласына қарамай қояды. Сондықтан Тед пен Джот оны өз үйлеріне алып кетіп, өздері жеке өсіру туралы шешім қабылдайды. Алғашқы аптада Тимді шприц арқылы әр жарты сағат сайын тамақтандырып отырыпты, ал аптадан кейін әр 1 сағат сайын. Алғашқы 4 айда есектің баласы 2-ші қабатта ұйықтаған екен. Түн ортасында егелеріне 2 рет тұруға тура келіпті, оны тамақтандыру үшін. Тим ақырындап өсе бастағасын оны басқа орынға алып барады, өйткені оны 2-ші қабатқа қайта көтеру оңай шаруа емес. Олардың 2 иті болыпты. Қызығы есектерден гөрі иттердің қасында көп жүргені кішкентай Тимге иттер қатты әсер етіп, ол өзін нағыз ит секілді ұстай бастаған. Ол жүгіруді, доптарды алып келуді, иттер секілді ыдысты жалауды, және иттер керуетінде ұйықтағанды жақсы көреді екен. Үй егелері осындай сүйкімді жануарды өсіргендеріне өте разы. Тіпті әлеуметтік желіде оған фан парақша ашып қойыпты, есекті жақсы көретін жанкүйерлер үшін. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар.